Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге алманың пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ең алдымен дертке ем арнасына жазылып қойыңыздар. Сіздер үшін күнделікті денсаулыққа пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Достар, сіздер алманың зиянды жағын білесіздер ме? Тым қарапайым сұрақ қойып тұрмын. Сіздердің бір ауыздан алманың пайдалы екенін айтатындарыңызға анық сенімдімін. Алайда диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екендігін естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С, В1, В2, П, Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, мырыш микроэлементтер бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жас ұнықтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Мен айтқан тізімді естіп, ешқандай нашар қанын байқамайтыныңыз айтарсыз. Асықпаңыз. Диетолог алманың құрамындағы жасұнықтың көп болуы колит, тоқішектің талаулап, қабынып ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс қауіптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқыл тістің эмалына қатты әсер етеді, яғни оны жұқтырып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демалатын шайды көп ішпегеніңіз абзал. Мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратыны дәлелденген. Алманың адам ағзасына пайдасы қандай? Алманың құрамында А, С, В1, В2, П, Е дәрумендері барын айта кеттік. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандықтан сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1 зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін атқарады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды, сілемейлі қабықшалар қабынады, қызылек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. П дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін ақтарып, қызметін қалыпқа келтіреді. Е дәрумені бұлшық еттің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, кальций, калий, фосфор, натрий, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілеті жақсарады. Ал ең бастысы, алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтау үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апорт, севнис, қырғыз алмасы тағы басқа түрлері өседі. Алманың отаны орталық Азия. Сұрпына қарай алма ағашының өсуі ұзақтығы да әртүрлі. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсе беруі мүмкін. Тағы да достар, алманың пайдасы қандай? Ас үйде апталап, айлап тұратын азықтың бірі алма. Оның табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? Алма көптеген ертегілер мен хикаяттарда сұлулық пен денсаулықтың символы болып бейнеленеді. Бұл адамдардың ертеден-ақ алманың қасиетін біліп,
бағаларын хабар береді. Алма өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өзгерткен зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10% ұзартуға болатыны анықталды. Сондай-ақ алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі де арта түседі екен. Алма ісік ауруларының алдын алады. Гавай аралында жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруларының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін үрдістерге бөгет болады. Алма тәтті және пайдалы жеміс. Оның құрамында адам қажет ететін дәрумендер мен минералдар бар екені бұрыннан да белгілі. Алманың тарихы мыңдаған жылдар бұрын басталған. Ал бұл жеміс көптеген мемлекеттердің мәдениетіне ерекше орын алады. Ежелгі данышпандар күніне 2 алманы жейтін адам ешқашан ауырмайды деп анықтаған. Олар қателеспеген, өйткені оның құрамында В, С, Е, калий, кальций, магний, йод және пектин дәрумендері бар. Алманың артықшылықтары. Дәрігерлер көптеген аурулардың алдын алу үшін күніне 1 алма жеуге кеңес береді. Және жасыл алмадан аллергия болмайды. Алма шөлді басады, өйткені 87%-ға судан тұрады. Алма құрамындағы калий мен кальций тіс эмалін және сүйектерді нығайтады. Алма калориясы аз жеміс болып табылады. Сол себепті артық салмақ тастау диеталарында міндетті түрде болады. Алма бір күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин деңгейі 16%-ға дейін төмендейді. Алмалар теріге пайдалы. Ол бетті ағартып, терідегі ұсақ тесіктерді және қабынуды кетіруге көмектеседі. Алманың құрамындағы мырыш иммундық жүйені нығайтуға және арықтауға көмектеседі. Алма инсульт болу мүмкіндігін 50%-ға азайтады. Ғалымдардың айтуынша алманы тұрақты түрде тұтыну асқазан безінің қатерлі ісігінен, рак сияқты аурулардан сақтайды. Алма асқартуды жақсартады және ішекті тазартады. Таза ішек зор денсаулықтың кілті. Жасыл алма ұзақ уақыт бойы қорытылады, сондықтан аштық сезімі білінбейді. Ішек инфекциялары кезінде пайдалы, өйткені оның құрамында картин, темір және марганец бар. Алма бұл жемістің көмегімен гастрит ауруларын емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуып таңертең жеу керек. Йод алманың құрамында көп мөлшерде болады. Ол қалқанша безі ауруының алдын алуына көмектеседі. Алма шырыны мидың қартаюына жол бермейді. Сондықтан альцгеймер ауруына шалдығу мүмкіндігі төмендейді. А витамині тұмаудан және басқа да жұқпалы аурулардан сақтайды. Достар, енді сіздерге алманың қабығының да пайдасын айтайын. ақш-тың Айова университетінен жетекшілік жасалған зерттеу алма қабығы арықтауға көмектесетіні белгілі болды. Алмадағы уксол қышқылы майды еріту және бұлшық етті нығайтуға көмектесетін көрінеді. Тышқанға жасалған тәжірибеде алманың бұлшық етті 15%-ға көлем қосатыны және денедегі майдың жартысын көбін азайтатыны анықталды. Урсол қышқылдардың тышқандарда бұлшық ет тығыздығын арттырғанымен жалпы дене салмағын артығын анықтады. Осы себепті алма арықтау үшін жақсы жеміс болмақ. Алманың пайдалары осымен бітпейді. Жүйелі түрде алма жеу қан шекерін, холестеринді және зиянды май қышқылдарының деңгейін азайтады. Алманың әсіресе уақыт өте келе бұлшық еті азайған қарттар үшін пайдалы екенін, яғни ортофиатты бұл аурудың ауыру кезінде немесе кәрілікке қатты әсер ететін және оның емі жоқ екенін атап өтті. Атро ауруына кедергі бола алатын элементтердің алманың қабығында мол болатынын мәлімдеді.
Достар, бүгін сіздерге алманың пайдасы және зияны, және де оның қабығының пайдасы және зиянды жақтарын толық ақпаратымен бөлістім. Егер сіздерге пайдалы болса, дертке ем арнасына жазылып қойыңыздар. Сіздер үшін күнделікті пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Байлықтарыңызды бағалаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар.